Сәлем ағайындар. Біз бүгін Қызылсу Қырғыз облысында жүрміз. Қалайсы осы қырғыз бауырластардың мұражай, яғни музей. Бұл кісілерде ажайыпхана деп айтады екен. Осы ажайыпханаға кіргізіп сіздерге бір ажайып нәрселерді көрсетейін. Кеттік онда. Музейде жүрміз. Елдік салт, заттық емес маданият, салт сана жіті аңқып тұрады. Өздеріңіз түсініп алыңыздар. Ал ондай болса, музейді аралап кеттік. Қандай тамаша. Мына жерде қырғыз ұлтын өздеріңіз де білесіздер. Қазақ, қырғыз, осы бауырластардың барлығы мынау құс салу және аңшылық, саятшылық өнерменен барлығы бірлікте шұғылданады. Мынау биялай дейміз ғой деймін мынаны. Біз биялай дейміз. Мынау бүркіт құс салғанда қолға киетін қолғап. Қателеспесем биялай дейді. Мынау бүркіттің томағасы. Мынау не зат екенін түсінбедім. Мынаны енді қырғызша не дейді? Мынау не зат? Түлкіні ғой білесіздер. Мынаны да түсінбедім. Мынау енді біздің қазақтың шай дорбасы екен енді. Бұл кісілер не дейді екен? Созмақ па? Мынау тізгін сияқты нәрсе. Тізгін емес екен. Мынау да қолданылатын зат екен. Кәдімгі қайыстан жасалған, неге қолданылатын зат екен түсінбедім. Мынаның үстіне қойып жаңғақ шағып жейтін деген нәрсе екен мынау өзі. Қандай нәрсе екен түсінбедім мен. Мынау аң мылтығы. Мынау садақ екен, Мынау неге істететін нәрсе енді мынау? Қақпан ба мынау? Қолөнер бұйымдары. Мынау енді біздің үйімізге ұқсайды екен. Бәлкім бұл кісілерде солай атауы мүмкін. Мынау қазақ үйдің керегесіне, бұл кісілерде боз үйдің керегесіне тартылатын түскейбіз. Сырмақ қолдан тігілген, бұл кісілерде шырдақ. Шырдақ дейді қырғыз кісілерде, ал бізде сырмақ. Ал енді тағы біреуін көрсетейін мынау. Баушу тоқыған, аткежім, қоржын тоқыған. Мынау қанша жіп екен әйтеуір, мен енді 7 жіп, 21 жіп сондай тоқығандарын көргем. Мынау одан да көп екен. Тоқыма бұйымдар. Ұршығына дейін тұр екен. Жібі еретін ұршық. Енді бұлардың қырғызша атауларын мен түсінбедім. Өзім қазақша атауында толық білмеймін осылар. Мынаны танисыздар ма? Мынаны қобыз деп ойлайсыздар ғой демессіздер. Бізде қобыз деп айтылады, ал қырғызда қияқ деп айтылады. Ал қобыз деген міне, қобыз емес, қомыз. Мынаның ішінде бірден бір таныған нарым болды. Сосын мынау не екен, көжем екен өзі. Осы асу мәдениетін естететін бұйымдар екен, құрттор. Мынау боза ғой деймін, мынау қателеспесем. Боза екен. Ал нанды білесіздер. Мынау астау, келі. Ал енді бір кереметті көрсетейін. Бұл кісілерде теріден иіліп жасаған сабайы. Мінекей дәл бұрынғы қазақтарда, қырғыздарда барлық осыны қолданған. Саба қымыз ашытатын, міне жерде жылқының қылыменен буылған. Мынау ешкінің терісінен жасай ма, қойын терісінен жасай ма осыны? Ешкінің терісі ғой деймін мен қателеспесем. Осыдан жасайды. Саба қымызды осыған ашытады. Ал мынау самаурын. Міне жерде керегенің басында үрген қарын дегендей. Сармай салатын қарын ба, қоймай салатын қарын ба, әйтеуір қарын бар екен. Ал ендеше мінекей дәл қазақ пенен қырғызға ортақ болған боз үйдің, ақ боз үйдің ордасына келіп тұрмыз. Көріңіздер, міне керегесі керілген, көрпелері жиылған, төр көрпелері, сосын мына жел баулары барлығы ұқсас мәдениеті, міне төбесінде шаңырағына дейін барлығы керемет. Аумайды. Мүмкін болса сіздерде келіп қонақ болыңыздар. Ал енді қырғыз ауылына кіріп кеттік бауырластар. Мінекей кеш жақын алауды жағып тастап, тамағын асып жатқан, биін билеп жатқан, бүркітін салып жатқан, аударыспақ көкпарын тартып жатқан, тамақтанып жатқан. Боз үйі тігулі тұр, мінекей қандай керемет. Дала мәдениеті, Сахараның символы.